Бүгінгі тегін мастер-класста біздер шоколадный бисквит жасап үйренеміз. Өте влажный, пористый, жұмсақ бисквит бізде шығады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді салып аламыз, яғни ұн, какао, қант, разрыхлитель, тұз. Осының барлығын венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ылғал ингредиенттерімізді құямыз. Сұйық май, сүт, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа. Осының барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксерді қолданудың қажеті жоқ. Барлығын осылай қолмен араластырамыз. Біздің қамырымыз біркелкі болғаннан кейін духовкаға 160 градусқа 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мен міндетті түрде бисквитті осындай кондитерлік кольцоға пісіремін, астына 2 қабат фольга жайып шығамын. Қамырды духовкаға салмастан бұрын біздің духовкамыз қызып тұруы керек. Бисквитіміз піскеннен кейін оны ағаш таяқшамен осылай тексеріп аламыз. Осымен біздің бисквитіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.